Құрметті әріптестер, қадірлі ардагерлер. Сіздерді Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің және қылмыстық атқару жүйесі комитеті төрағасының атынан кәсіби мерекелеріңіз полиция күнімен құттықтаймын. Осы жылы біз еліміздің тарихында тұңғыш рет орын алған төтенше жағдай режимде түзеу мекемелерінде құқық тәртіпті қамтамасыз ету бойынша жұмыс жасадық. Еліміз және бүкіл әлем үшін қиын кезде сіздер үлкен қауіпке бас тігіп, өз міндеттеріңізді лайықты орындап келесіздер. Ал ардагерлерімізге өз мамандығына адалдығы үшін жас мамандарды тәрбиелеуге, олардың бойындағы жоғарғы адамгершілік құндылықтарды, патриоттық сезімді және отанға деген шынайы сүйіспеншілікті қалыптастыруға қосқан үлестері үшін ерекше ризашылығымды білдіремін. Онымен қоса, сіздердің аттарыңыздан Нұр Сұлтан қаласының әкімі Алтай Сейдірұлы Күлгінов мырзаға ризашылығымызды білдіргіміз келеді. Жергілікті атқарушы органның көмегінің нәтижесінде біз Нұр Сұлтан қаласында орналасқан түзеу мекемелерін модернизациялауға бойынша үлкен жұмыстар атқардық. Ол дегеніміз пробация қызметіне 2 ғимарат берілді. Одан басқа пробация қызметінің қызметкерлеріне компьютерлік техника бөлінді. Түзеу мекемелеріне арнайы бейне бақылау құралдары, бейне тіркегіш құралдары, рация, одан басқа сотталғандарды тасымалдайтын автокөлік құралдары алынды. Бүгін таңда 2 мекеменің ішкі және сыртқы аймақтары толығымен асфальтталды. Бұл дегеніміз әкімдіктің атынан бізге берген үлкен көмек. Бұл қызметкерлерге және іште ұсталып отырған сотталғандардың коммуналдық тұрмыстық жағдайын жасатуға үлкен көмек көрсетілді деп есептейміз. Сондықтан осы мереке құтты болсын, барлықтарыңызға амандық тілеймін. Мынау біздің алдымызға қойған мақсатты, талапты адал орындап, тек қана сіздерді осындай мереке күні марапаттауға келіп тұрайық. Барлықтарыңызға зор денсаулық, амандық тілеймін. Қиырда қалған қазақты